Қайырлы күн, мен сүйікті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ірімшіктен өте дәмді десерт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: ірімшік, кокос таяқшалары, қант және какао. Ендеше кеттік. Ең бірінші ірімшігіміздің үстіне қант қосып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Мінекей достар, осындай масса болғанға шейін езіп алдым. Осындай қою масса болып шығады. Енді оның үстіне кокосовый стружка қосамыз. Шетінен қосып отырамыз және араластырамыз. Достар, енді мен осы дайын болған массамызды теңдей 2 бөлікке бөліп, біреуіне какао қосып араластыратын боламыз. Енді үстіне какао қосатын боламыз. Араластырамыз. Енді достар, шариктар жасайтын боламыз. Бір шарикқа 1 шай қасықтан салсақ жеткілікті. Мінекей достар, мен барлығын жасап алдым. Енді біз бұл жасағандарымызды кокос таяқшаларына аунататын боламыз. Мінекей достар, небәрі ұсақ заттан осындай дәмді десерт жасап шығардық. Дәмі Рафаэллоға қатты ұқсайды. Қонақтарға ұялмай саласыздар. Мен енді жарты сағатқа тоңазытқышқа жіберетін боламын. Сол кезде дәмі одан да күшті болып шығады. Ендеше менің ардыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.